кірем деп енді келісе алмай жатырмын. Әлі шамалы уақыт бар. Қазір айып етпеңіздер енді. Ерте кіргенім жақсы болған екен. Болған сияқты. Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш баршаңызға. Сәлем, сәлем. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Уақыт болса, көрермендеріміз жиналса, қайырлы кеш, құрметті достар, қадірменді көрермендер, оқырмандарымыз. Әрине, біздің Алақай қуыршақ театрымыздың кішкентай ғана көрермендері. Мінекей, әдеттегідей, біздің театрымыз Алақай қуыршақ театрының артистері күн сайын 19:00-де алдарыңызға шығып, өздерінің ертегілерін оқиды. Мінекей, бүгінгі күн маған да келді. Мен осы Алақай қуыршақ театрының артисі Гүлнар Баймағамбетова сіздерге өзімнің ертегілерімді оқуға дайынмын. Сіздер дайын болсаңыздар, бастайық. Жайғасып отырып алыңыздар. Ал, ендеше әдеттегідей біздер 2 немесе 3 ертегіден оқимыз. Сол бүгінгі мен өзімнің 2 ертегім бар. Сонан кейін жаңағы балаларға арналған шағын әңгімем бар. Сіздерге қызықты болады деп ойлаймын. Ал, олай болса, мен бірінші ертегімді бастайын. Бірінші ертегім өнеге деп аталады. Ендеше кеттік. Бұрынғы заманда бір үлкен шаһардың ханы болыпты. Ол күнде жаман киім киіп, жай кісі боп шаһарды, базарды аралап жүреді екен. Бір күні хан базарды аралап келе жатып, басына бір кесек, аяғына бір кесек алтын қойып отырған адамды көреді. Анадай жерден біраз бақылап тұрады. Содан хан таң қалып, күнбе-күн келіп, әлгі кісінің сыртынан бақылап жүреді. Ал әлгі адам күнбе-күн солай істеп отырады екен. Ақырында бір күні хан әлгі адамның қасына келіп, «Сен өзі не қылған адамсың?» деп сұрайды. Әлгі адам басын көтеріп, «Мен ақыл сатушымын, әміршім» дейді.
Олай болса, маған бір ақылыңды сатшы, дейді хан. Сонда әлгі адам, құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы 1000 алтын тұрады. Хан санап 1000 алтын береді. Сонда ақыл сатушы: не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың, дейді. Мұнан соң хан ордасына келіп, баяғы сөзді әрбір көзге түсетін жерге, орамал, дастарханға дейін жазып қояды. Күндерде бір күн хан шашын алғызатын болып, шаштараз алып келіңдер деп, бас уәзіріне әмір қылады. Уәзір дереу бір шаштаразды тауып, соған барып, ертең келіп, ханның шашын ал, деп бұйырады. Ертесіне шаштараз ханның ордасына келе жатса, алдынан әлгі уәзір шығып: ей, шаштараз, ханның шашын қандай ұстарамен алмақшы едің өзің, дейді. Сонда шаштараз тұрып: ай, тақсыр, күндегі ұстап жүрген жай ұстараммен аламдағы. Жақсы ұстараны мен байғұс қайдан табамын, дейді. Сонда уәзір тұрып: ей, ақмақ, ханның шашын жай ұстарамен алуға болмайды. Мә, мына ұстарамен ал, деп қалтасынан шығарып, алтын сапты ұстара береді. Шаштараз қуанып, ханның құзырына келіп, шашын жібіте бастайды. Сол уақытта шаштараз: не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың, деп әр жерге жазылған сөздерді көреді де, ішінен ойланып: қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзімнің үйренген жаман ұстараммен-ақ ханның шашын алайын, деп, уәзірдің берген алтын сапты ұстарасын былай қойып, өзінің ағаш сапты ұстарасымен ала бастайды. Мұны көріп, хан ішінен: бұл ақымақ алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға аяды ғой, онымен менен артық кімнің шашын алмақшы сонда? Жарайды, тоқтай тұр, мен саған көрсетейін, деп, шашын алғызып болған соң, хан тұрып: дереу жендетті шақырып келіңдер, мен бұл шаштараздың басын аламын, деп бұйырады. Шаштараз мұны естіп, не қылмысты болғанын білмей, қайран қалып, ханның аяғына жығылады. Тақсыр, менің басымды алсаңыз да ықтияр, бірақ менің кінәмді айтсаңыз екен, деп жалбарынады. Сонда хан тұрып: сен менің шашымды алтын сапты ұстарамен алуға аядың, ағаш сапты ұстарамен алып, мені қорладың, сенің кінәң осы, дейді. Сонда шаштараз тұрып: жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанымда, алдымнан бас уәзіріңіз шықты. Ол маған ханның шашын алуға мына ұстара лайық, деп, осы алтын сапты ұстараны беріп еді. Мен сіздің шашыңызды жібітіп жатып, әр жерде жазылған не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың, деген сөздерді көрдім. Бұл уәзір берген ұстара қандай екенін білмеймін. Ханға бір зиян келтіріп жүрмейін, жаман да болса, үйренген өзімнің ұстараммен алайын деп ойладым, тақсыр. Шашыңызды ағаш ұстарамен алғанымның себебі осы еді, дейді. Сонан соң хан бас уәзірін шақыртып: мына ұстараны шаштаразға берген сен бе? Деп сұрайды. Уәзір тұрып: мен бердім, дейді. Олай болса, бұл ұстарамен мына уәзірдің шашын ал, деп, хан шаштаразға бұйырады. Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп,
алтын ұстарамен бір сыйпағанда уәзірдің жаны шығып өліп кетеді. Сөйтсе, бұл уәзір ханға қас екен. Ханды өлтірмекші болып, ұстараны улап қойған екен. Мұны көріп, хан Шаштаразға риза болады. Көп алтын, күміс сыйлықтар беріп, Шаштаразды үйіне қайтарады. Мінекей, алтыныңа сенгенше ақылыңа сен, адамның тізгіні оның ақылы деген екен. Мінекей, ақылды Шаштараз өзінің ақылына сеніп, уәзірдің улап берген ұстарасымен ханның шашын алмай, өзінің бұрынғы ескі ұстарасымен алып, осылай өзі де аман қалыпты. Мінекей, менің бірінші ертегім осындай. Қалайсыздар? Ертең ертегім ұнап жатыр ма болды? Керемет дейді. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойып отырыңыздар. Жауап беруге тырысып көрейін. Сәлем, сәлем дейді. Ал, олай болса, менің екінші ертегім Аю мен Маса деп аталады. Алпамсадай аю жұдырықтай қоянды ұстап алып, күн бе күн ешбір жазықсыз құлағынан тартып қинайды екен. Қатты тартқаны сонша, тіпті құлағын жұлып ала жаздайды. Қоян қатты қапаланып, құлақ жазылар, көздің жасы тыйылар, бірақ кегім тарқамас. Не үшін қорлық көрдім, құрайтын болдым ғой. Оған жұлғыза беретін құлағым менің шыдай ма? Осы ормандағы аңдардың күштісі аю. Енді мұңымды кімге айтам? Кімнен қорғаныш табам? деп жылап отырады. Сол уақытта қалың қамыс ішінен мен қорғаймын деген жіп-жіңішке дауыс шыңқ ете қалады. Қоян сол көзінің қиығын тастап еді, отырған Маса екен. Сен қалай қорғаныш бола аласың? Ол аю, сен шіркейсің. Аюға не істей алмақсың сен? Сенде қаншалық күш бар, байғұс-ау, дейді, жылайды қоян. Мен оған ұйқы бермеуге жараймын, дейді Маса. Бір күні орман ішінде аю жанын қоярға жер таппай, әбден қалжыраған соң, бүлдірген жапырағының үстіне жатып, демалмақшы болады. Көзін жұмғаны сол еді, нәқ құлағының үстінен деген дыбыс естіледі. Аю Масаның даусын бірден таниды. Ол Масаның мұрнына келіп қонатын мезетін күтіп, әзірленіп жатады. Маса айнала ұшып жүреді де, аюдың тұмсығына келіп қонады. Маймақ-аяқ ойланбастан бар күшін салып, сол жақ табанымен мұрнының ұшын ұрып кеп қалады. Тұмсығы зың ете қалады. Сөйтіп, оң жағына аунап түсіп, көзін жұмып, есіней бергенде, тағы да құлағының түбінен деген дауыс тағы естіледі. Маса сірә аюдың табанынан құтылып кеткен болу керек. Бұл әрине соның ызыңы. Енді қай жеріме қонар екені, деп аю ұйықтаған боп қозғалмай жата береді. Маса тағы да аюдың маңында ызыңдап жүреді де, бір мезетте тым-тырыс бола қалады.
ұшып кетті-ау дейме, қарғыс атқан, деп аю күрсініп қояды. Маса бұл кезде аюдың құлағының түбіне ептеп қана кіреді де, шым еткізіп шағып алады. Аю орнынан атып тұрады. Шырқ айналып, оң табанымен құлағын дәлдеп тұрып, салып кеп қалғанда көзінің оты жарқ ете түседі. Маса енді шағуды мүлдем ұмытар, деп ойлайды аю. Қисық аяқ құлағын бір сипап қойып, жайланып, қайтадан жата кетеді. Енді ұйықтауға болады. Көзін жұма бергені сол еді, бас жағынан тағы да ызың естіледі. Бұл не деген беймаза, неткен жаны берік шіркей, Аю жерге бір түкіреді де, бұл жерден әрекке қарай кете береді. Маймақ аю бүкіл орманды кезіп, жүріп келеді, ұйқысы келіп, аузын арандай ашып, есінеп қояды. Алмаса соңынан қалар емес. Ой, қап мұнаным-ей! Аю жүгіре жөнеледі. Жүгіре, әбден әлі құрып, бір бұтаның түбіне келіп жата кетеді. Айнала тас қараңғы, тып-тыныш, тыңдап көреді. Ешқандай да ызың естілмейді. Төңіректегі аңдар мен құстар барлығы шырт ұйқыда. Жалғыз ғана аю ұйықтай алмай, әбден әбігерге түседі. Бірақ әлгі маса қайда? Ой, мұны пәле, жаман масаның мені соншама әурелегенін қарашы. Осы мен кәдімгі аюмын ба, әлде жоқ па? Құтылдым-ау, енді бір рахаттанып ұйықтайтын болдым ғой. Деп аю көзін жұмып қалғып кетеді. Сөйтіп түс көре бастайды. Түсінде араның ұясын тауып алады. Ішінде бал сондай көп екен. Ұяға жайлап аяғын сала бергенде, кенеттен деген ызыңдаған дауыс тағы естіледі. Маймақ аю отыра қалып, ызаланып, айқайлай бастайды. Алмаса айналып ызыңдай береді. Сөйтіп тағы да жым-жырт бола қалады. Аю қайтадан қалғи бастайды. Маса кенет тағы да ызың ете қалады. Маймақ бұтаның түбінен шығады да жылап қоя береді. Ой, соңымнан қалмай қойды-ау, қарғыс атқан маса, тұра тұр бәлем. Таң атқанша кірпік ілмесем де, сенің көзіңді жоярмын. Маса таң атқанша аюға ұйқы бермейді. Аю әбден қалжырайды, ұйықтай да алмайды. Өзін өзі соққылап, бар денесін көгертеді. Бірақ масаны жеңе алмайды. Ормандағы аңдар мен құстар әбден ұйқысы қанып, ән шырқап, шаттана бастайды. Тек қана аю көңілсіз, ұйқысы қанбаған, үсті басы ұйқы-тұйқы, жүні ұйпалақ болған аю, аяғын әрең дегенде зорға басып сенделіп келеді. Көзін аша алмайды. Бірақ қарғыс атқыр құлағының түбінен масаның ызыңы кетер емес. Оған жолда қоян кезігіп, аюды тәлкектеп, әбден мәз болады. Ай, маса, жарайсың маса,
деп көзінен жас аққанша жата қалып күледі. Сөйтіп тұрғанда Маса келіп жайлап қояннан: «Сен әлгі аюды көрдің бе? Зззз!» деп ызың ете қалады. Көрдім. Қоян күлкіден ішім басып, әбден сілесі қата күледі. «Сен оны қалай жеңдің? Деп қайта сұрайды, күлкісін тыя алмай. Сонда Маса: «Біз жалғыз емеспіз ғой. Біз сендердей жалғыз жүрмейміз. Біз көппіз, және де қорқақ та емеспіз», деп әлгі аюдың артынан ызыңдап ұша жөнеледі. Мінекей, күшің барда істе, тісің барда тісте деген осыдан қалған болу керек. Кішкентай Маса сөйтіп аюды қуалап сазайын береді. Мінекей, менің екінші ертегім осы. Сәлем, кеш жарық. Рахмет. Көп рахмет, ертегіңіз ұнады дейді. Олай болса, енді келесі үшінші кезегімді мен балаларға арналған алдыңғы осылай кездескенімізде мен өзіміздің жергілікті ақын жазушымыз Мұхтар Құрманалин ағамыздың көптеген шығармалары бар екен, балаларға арналған. Соның ішінен мен сіздерге арнап екі кішкентай шағын әңгімесін оқып бергенмін. Енді бүгінде мен тағы да осы Мұхтар ағамыздың тағы бір кішкентай шығармасын оқып берейін. Бұл уәде деп аталады. Ендеше мұқият тыңдаймыз. Дәулет пен Қанат құрдас. Екеуі де 5-ші класста оқиды. Ал Ерік олардан 1 класс төмен. Бұлар совхоз орталығынан 2 шақырымдай Қойбаздан қатынап оқиды. Қойбаз шопандар қой қыстататын мекен. Бірақ мұнда мектеп жоқ. Сондықтан қыста үшеуін орталыққа атшанамен тасиды. Көктемде мектепке өздері жаяу қатынайды. Биыл қар тез еріп кетті. Көктем ерте басталды. Сабақтан әлгінде шыққан 3 дос үйреншікті жолмен ауылға беттеп келеді. Кенет Дәулет «Автобус!» деп қуанып кетті. 2 жолдасы жалт қарасты. Шынында орталықтан бір шағын автобус шаңдатып келе жатыр екен. Үшеуі жолдың жел жағына шығып қол көтерді. Автобус тұстарынан өтіңкіреп барып тоқтады. Ішінде 10 шақты адам бар екен. Шофер кабинадан басын шығарып «Қайда барасыңдар?» деп дауыстады. «Қойбазға!» деді балалар. Шофер «Отырыңдар» дегендей автобустың есігін ашты. Қанат баспалдақпен бірінші көтерілген. Ол ішке ене берген кезде шофер тоқтатып «Күнделігіңді көрсет!» деді күтпеген жерден. Қанат қайтерін білмей сасып қалды. Әзілдеп отырма деп көзінің астымен шоферға қарады. Ол «Қысылма, әкел» деп қоятын емес. Мұнысы әзіл емес, шын сөз екенін сезген Қанат сөмкесінен күнделігін алып шоферға ұсынды. Ол күнделікті тез парақтап көз жүгіртті де «Жарайсың, жақсы оқиды екенсің, отыр» деді. Қанат табан астында емтихан тапсырғандай күнделігін қолына ұстаған күйі кейінгі жақтағы бос орындардың біріне барып отырды. Кезек Дәулетке келді.
Енді сенің күнделігіңді көрелік. Дәулет күнделігін дайындап тұрған шоферға ұсына қойды. Батыр-ау, ботаникадан 3 алыпсың ғой. Қойбаздан жаяу қатынап жүріп, осылай оқуға бола ма? Ұят қайда? 3-тігіңді түзетерсің. Бар, отыр. Шофер енді Ерікке қарады. Еңсең түсіп кетіпті ғой. Немене, 2-лігің көп пе? Қане, көрсет күнделігіңді, деді. Ерік сөмкесінен күнделігін іздей бастады. Сасқанда табыла қоя ма? Әбден әлек болды. Қысылғаны сонша тіпті терлеп те кетті. Бол, қане, деді шофер тағы да асықтырып. Көп дәптердің арасынан күнделігі табылды-ау әйтеуір. Шоферға берді. Ал шофер оның бірер бетін ашты да: «Мәссаған, өзің жанайар жалқау екенсің ғой», деп Ерікке қарады. «Күнделігің толған 2-лік, намыс қайда, балақай? Бұлай оқуға болмайды. Сенің өзіңнің атың кім?» «Ерік». Шофер тұрып: «2-лігі көберікті қайтеміз? Автобусқа отырғызамыз ба, әлде жаяу барсын ба?» деді жолаушыларға қарап. «Бір жолға кешір, бұдан бұлай тәуір оқимын деп уәдесін берсін», деді жолаушылардың бірі. «Бұл да дұрыс екен». Шофер Еріктің күнделігін өзіне қайтарып берді. «Қане, не дейсің? Жақсы оқуға уәде бересің бе?» «Беремін», деді Ерік төмен қарап. «Сөзіңе сенейік. Бар, отыр». Шофер автобустың есігін жауып, ауылдың шоқалақты жолымен шаңдата жөнелді. Ал Ерік болса, содан бері автобусқа отырарда күнделігін дайындап тұратын болды. Өйткені ол уәдесінде тұрып, сабақты 4-5-ке оқитын болды. Міне, уәдесінде тұрған нағыз жігіт, нағыз Ерік. Уәдеге берік болу, айтқан сөзде тұру адамның іскерлігін, адамгершілігін, оның жауапкершілігін көрсететін қасиет. Сондықтан да уәде берсең, міндетті түрде уәдеңде тұрған дұрыс. Мінеки, достар, менің бүгінгі сіздерге дайындаған ертегілеріммен шағын ғана кішкентай әңгімем осы. Бұл әңгімені не үшін алды дейсіздер ғой. Мен өзім кішкентай балаларға арналған шығармаларды оқығанды өте жақсы көрем, ұнатып оқимын. Сондықтан да алдыңғы кездесуімізде де 2 шағын әңгіме оқығанмын. Біреуі «Қонаққа де» деп аталады, екіншісі «Табылған ақыл» деп аталатын, ал бүгінгі мінекей «Уәде» деп аталатын Мұхтар ағамыздың осындай шағын ғана әңгімесі. Бұл да болса біздің кішкентай көрермендерімізге, достарымызға сабақ болады-ау деген оймен сіздерге дайындап оқып берген болатынмын. Қалайсыздар? Мінеки, достар, осымен менің бүгінгі азғантай уақытым мәресіне жетті. Барлықтарыңызға осы қасиетті Рамазан айында тұтып жатырған оразаларыңыз, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деймін. Еліміз аман болсын. Оразадан оразаға осылай аман есен жете берейік. Деніміз сау болсын. Келесі кездескенге дейін аман болайық. Сау болыңыздар, үйде отырайық.